Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте қарапайым рецептпен пирожки дайындайтын боламыз. Ешқандай сүт қоспаймыз. Ал кеттік, менімен бірге болыңыздар. Ол үшін алдымен 1 литр жылы суымызға дәміне қарай тұз салып, 1 ас қасықта ашытқы салып, барлығын араластырып аламыз. Қоспаларды үйдегі адам санына қарай көбейтіп немесе азайта берсеңіздер болады. Мен өзім негізі көп етіп жасап жатырмын. Барлығы толық араласқаннан кейін қолымызға жабыспайтындай ұн салып қамырлеп аламыз. Қамырымызды илеп алғаннан кейін көтерілгенше бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Оған дейін начинкасын дайындап аламыз. Орташа көлемдегі 10 дана картопты пісіріп дайындап қойғанмын. Картопты жақсылап езіп аламыз. 1 шай қасықта тұз, 1 шай қасықта қызыл бұрыш қосып, барлығын араластырып аламыз. Араластырып алғанымыздан кейін көтерілген қамырымызды алып бөліктерге бөліп аламыз. Бөліп алған қамырларымызды одан да кішкентай бөліктерге бөліп аламыз, яғни пирожкиді түйіп алатындай етіп. Міне пирожкидің қамырын дайындап алдық. Енді біреуін сіздерге түйіп көрсетемін. Қамырды сәл жұқалап жая береміз, арасы жақсы пісу үшін. Міне осылай түйіп алдым. Енді алдын ала қыздырып қойған майымызға салып қуырып аламыз. Пирожкиді баяу отта қуырып аламыз, аралары жақсы пісу үшін. Осылай қызарып пісті деген кезде ала берсек болады. Пирожкиміз осылай дайын болды. Енді дастархандарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Менің рецептім сіздерге ұнаған болса, мені қолдап, арнама тіркеліп лайк басып, өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Алдын ала рахмет.